Ассалаумағалейкум құрметті бокс сүйер қауым және қолғап YouTube каналының көрермендері. Бізде енді ерекше шығарылым десек болады. Себебі алдымызда Ташкентте өтетін әлем чемпионаты. Бұл әлем чемпионатына біздің ұлттық құрамамыз сақадай сай. Яғни бүгінгі шығарылымда кімдер баратын жайлы айтатын боламыз. Ендеше каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бастайық. Еріңдерің балды, жібереді түтінді ауаға. Енді 48 келі салмақтан бастайық. Өздеріңізге белгілі, өткен әлем чемпионатында осы 48 келі салмақта бізде әлем чемпионымыз бар, Теміртас Жүсіпов. Енді осы жолы қызық, енді шынымен де қызық болатын шығар. Себебі 48 келі салмақта Санжар Ташкенбай өнер көрсетеді. Беу шіркінай, негізі мынаны қараңызшы. Егер де басқа мемлекетте нақты бір салмақта әлем чемпионы атанса, енді құдай біледі, бұл сол жігіт, сол боксшы келесі 5-6 әлем чемпионатына баратын шығар. Біздікі енді 48 келі салмақта әлем чемпионымыз бола тұра үкілеген жас үмітіміз Санжар Ташкенбай баратынына өте қатты қуанып отырмын, шыны керек қуантып отыр. 51 келі салмақта енді сөз жоқ, әлем чемпионымыз Сәкен Бибосынов барады. 54 келі салмақта Махмұд Сабырхан міндетті түрде енді бұл осы әлем чемпионатында енді міндетті түрде алтын алу керек шығар енді Махмұд Сабырхан. 57 келі салмақта өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері Серік Теміржанов. 60 келі салмақта, енді 60 келі салмақта қызық болайын деп тұр, себебі өткен әлем чемпионатында, яғни бірінші нөмірлі боксшымыз Саматәлі Төлтаев еді, бірақ ол сбор кезінде, оқу жаттығу жиыны кезінде допинг ішіп алды деген күдікке ілінген еді, бірақ ол әлі негізі дәлелденбеген. Сондықтан да 60 келі салмақта ол да үкілеген үмітіміз жас жігерлі талантты боксшыларымыздың бірі Талғат Сырымбетов баратын болады. 63-те 5 келі салмақта Санатәлі Төлтаев барады. 67 келі салмақта Дулат Бекбауов. 71 келі салмақта біздің командамыздың капитаны Асланбек Шымбергенов. Енді шыны керек мойындау керек, осы жолы әлем чемпионы атану керек міндетті түрде Асланбек Шымбергеновке. 75 келі салмақта Нұрғанат Райыс. 80 келі салмақта біздің үкілеген үмітіміз Нұрбек Оралбай. 86 келі салмақта Сағындық Тоғанбай. Енді Сағындық Тоғанбайға осы жолы нақты Өзбекстанда өте жақсы өнер көрсету керек. Оны да барлықтарыңыз өте жақсы білетін шығарсыздар. 90 келі салмақта Айбек Оралбай, Азия чемпионы. Және де 92 плюс келі салмақта біздің батырымыз Қамшыбек Қоңқабаев. Енді осы жолы Қамшыбек пен Бахадүр Жалолов екеуі кездесетін шығар деген ойдамыз. Оған дейін мен міндетті түрде олар кездескен жекпе-жектерді ақырындап салып отырам әлем чемпионатына дейін. Енді жалпы қызық болайын деп жатыр, тартысты болайын деп жатыр. Және осы әлем чемпионатына орай мен сіздерге бір күшті бір тосын сый дайындап қойдым. Оны да алда көре жатасыздар. Міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Ал енді төменге өтіп, өздеріңіздің ойларыңызды жазып өтсеңіздер, ал жігіттерге тек қана сәттілік тілейміз. Барынша тілеулес жанкүйер болайық, қызықты, тартысты дода болайын деп тұр. Сондықтан да ең бастысы жеңісті күндерде бірге жолығайық. Еріңдерің балды, жібереді түтінді ауаға. Және де видеоны соңына дейін қарағандарға бір қызық айтайын. Төмендегі комментарийге мен Өзбекстанның ұлттық құрамасын және Кубаның ұлттық құрамасын жазып өтейін. Кімдер танисыздар, кіммен кездеседі, жалпы ойларыңызды жазып өтіңіздер. Сау саламатта жолығайық.